Ассаламу алейкум хаммеге. Всем здравствуйте. Бүгін біздер Расулбек пенен рубрикамызды давам етеміз. Бірақ бүгінгі рубрикамыз алдыңғы рубрикалардан farqlı жері. Алдын біздер грамматикада түсіндіріп өттік. Яғни грамматикада атлықтар менен келбеттіктердің өзгеруін екеуміз сұрау жауап қылып өтіп едік. Бүгін енді рус тілінде сөйлесуді үйреніп баслаймыз. Яғни ең бірінші рус тілін үйренгенімізде танысу темасы болады. Сол танысу темада ең бірінші апайы берілетұғын сұрау жауап қылып, Расулбек пенен танысуды сіздерге үйретіп кетеміз. Здравствуйте. Здравствуйте. Как тебя зовут? Меня зовут Расул. А как вас зовут? Меня зовут Раушан. Расулбек, сколько тебе лет? Мне 7 лет. А сколько вам лет? А мне 37 лет. Расулбек, чем ты занимаешься? Я учусь Где ты учишься? в школе номер 46. Очень хорошо. В каком классе? Во втором. Очень хорошо, молодец. А чем вы занимаетесь? А я работаю. Я работаю преподавателем русского языка. Расулбек, где ты живешь? Я живу в городе Нукус. А где вы живете? Я тоже живу в Нукусе. Очень приятно с тобой познакомиться. С вами тоже. Міне, құрметті тыңдаушыларым, ең бірінші танысқан уақытында қандай сұрау жауаплар болатындығын һәм оған қалай жауап беру мүмкін екенін естіп үйреніп алдыңыз. Мағлұматларымыз сізге пайдалы болған болса, каналымызға ағза боласыз, лайк басасыз, һәм достарыңызбенен бөлісесіз. Һәм қаншама көп қолап қуатлаулар болса, Расулбек пенен екеуміз еле де көбірек қызыклы рубрикалар шығаруға харекет қыламыз. Һәм құрметті тыңдаушыларым, және қандай темаларда сондай қылып сұрау жауап русша рубрика көруді һәм үйренуді қалар едіңіз. Соны да комментарийда жазып кетсеңіз болады. До свидания. Пока.